Ұлдарды алып кетті. Демекші қыздар болады. Так что қосылыңдар. Аглан, какой запах у Агаты? Айтпай. Сонымен достар. Адамдар ойлайтын шығар менде бір резкий запах бар деп, духидің ба бірдеңкені. Өйткені Бердах что-то там ляпнул в шутку, Аглан что-то ляпнул в шутку. Адамдар түсінбей жатыр. Они, наверное, думают, что у меня резкие духи. Сен бірнеше духи емес пе? Бірнеше духи. Біледі өзі. Болды, завастылайық теманы. Вечерний қосылайық дейсің. Да. Аглан, сен көп сөйлей берме, ертең қадаласың ғой. Диана, бастай ма? Агата жарайды, кетіп қалыпты еще. Тебе еще жить. Да. Ой, қыздарды жіберейік енді. Да. Я жігіттер өздері отырып әңгімелессін енді. Всем спасибо за эфир, давайте. Диана, пока. Демалыстарың жақсы өтсін, Агата, пока. Давай, Агата, Диана, давайте. Пока. Вот, достар, сондықтан 14-ші мартта бұйырса қосылыңыз. Өте қызық болады. Дубайға барамыз. Мүмкін Агата да, Диана да бар. Өте қызық болады. 4 Дубайға иесіздер. Адамдар көп болды. Алтын адамдар. Шөкейсіз. В общем, солай, жігіттер, қыздар, егер желание болса, 14 май-20 май аралығында Аглан екеуміз Дубайға группамен қыдыруға барамыз. Өте қызықты болады деген ойдамыз. Тем более Аглан теманы уже жақсы біледі, қай жерде жақсы қыдыруға болатынын біледі. Мен өзім бірінші рет барайын деп отырмын бұл жерге. Сондықтан, думаю, өте қызық болады, впечатление бәрі классно будет. Там очень много мест, где можно посетить, отдохнуть, развлечься. Самое главное море, ну, на яхте. Да? Идеальный сезон, по идее. Да. Сыртта месяц. Бар сезон дейді ғой, да? Жазда вообще болады. Сондықтан майда осы көктемде либо күзде барған дұрыс. Енді сіздерге кетейін. Получается 260 мың теңге тұрады тур. Оған перелет, трансфер, проживание в отеле на базе завтрака и медстраховка кіреді. Қалған личный расходтарыңызды өзіңізбен бірге алып аласыздар. Ол уже по желанию. Барғаннан кейін, сол жерде по дням уже бізде определенный нелер болады, турлар. Программалар расписаны, қашан, қандай күні қайда баратынымыз. Сондықтан просто барып жатыс болмайды, кәдімгідей активный, қызықты отдых болады. Сондықтан біз өзіміздің контактларымыздың бәрін сіздерге қалдыратын боламыз қазір, прямой эфирден кейін. Хабарласып, желающийлар болса, қазірден бастап бронь жасаңыздар, потому что ближе к дате қымбаттап кетуі мүмкін. Сондықтан сіздердің желанияларыңыз болса, күтеміз, хабарласыңыздар. Сондықтан достар күтеміз. Бағасы 260 теңге. Перелет, проживание, питание, завтрак, бәрі. Тек личный расходтар, ол өздеріңіз алушыңыз примерно 1000 теңге, 150 мың теңге. Бізде программа жазылған полный. Бізде тур по Дубаю болады. Бүкіл Дубайды аралап шығамыз. Екінші күн мысалы сафариге барамыз. Сафарida тур болады. Кешке там лагерьге барамыз, бедуиндардың, сол жақта кальян болады, шоу программа, тамақ бәрі.
то есть национальный идалар. Үшінші күні бізде Абу Дабиге барамыз. Абу Дабиді көрген шығарсыздар. Белый мечеть, Шейх Заид деп аталады. Мечеттен кейін мешіт ең жағында. Сондықтан ақ мешіт деп атайды, соған барамыз. Төртінші күні біз яхта снимать етеміз. Яхта снимать етіп полный. Открытый мореға шығамыз. Открытый мореға